стипендия да жоқ. Дым жоқ. Ақша жоқ па? Ақша жоқ. Грустно. Жыласа сенде де жоқ қой. Не деген неудобно. Сөйлей бер, ана кадрдан естіледі бәрі. Қоса беріңдер мынаны. Никита, добавь, пожалуйста. Камера қайда? Камераңды қайтайын, тап-таза болған. Жара да, нам беспредел. Бір, екі, үш. Всем сәлем. Біз тек қана қазақша болып береміз, өйткені біз Қазақстанның тұрғындарымыз. Өйткені бұл қазақ техникалық британдық универ. Біз тек қана қазақша и британша сөйлейміз. Бұл бізде мамандыққа қарай, және де әр жылдағы балалардың тапсырған көрсеткіштеріне қарай НТ-дан алған. Содан проходной балл немесе азаяды, немесе көбейіп кетеді. Кішкене осы жылы мысалы порог түсіп жатыр да, там информатика осыл грант, Тоқаев мырза, сізге рахмет, грант көп беріңіз. Короче, студ жизнь в КБТУ өте керемет. Өйткені, білмеймін. Кстати, екінші семестр дым болды, по идее, біз КБТУ-да бәрі ойлайды. Тек қана оқу және оқумен басын қадалып қалады деп. Оқумен миың шаршайды деп. Бірақ КБТУ-да организациялар жетеді, көңіл көтеруге болады, осының бәрі жеткілікті. Оқу да жоғарғы деңгейде, ойын сауық да жоғарғы деңгейде. Мысалы, просто организацияларына айтайын. Артқа осы сөйт, теннис, КБТУ Найтс, PCL, Faces там. Море, келіңдер, көресіңдер өмірде. Организациялар сендердің таланттарыңды арттыруға көмектеседі. Стартаптар бастайтын организация бар. Өзінің музыкалық өнерлеріңді арттыратын организациялар бар. Организация жетеді, әркімге табылады орын. По идее жоқ. Бізден, мысалы, алдыңғы семестр сабақ болған ғой. Бидет келеді, телефондарын жинайды, біреуден екінші телефон табады. Еще, кстати, сен айтсай, металлоискательмен тексереді. Металлоискательмен тексерген даже. Құлаққа дейін әкеп микронаушник бар ма, жоқ па деп. Мен ойлаймын, КБТУ тұрған орнынан кетпейді. Өзімнің ойымды айтатын болсам, бұл маған қатты шынайы емес. Но КБТУ на общежитие, если что. Алдап отырмын деп бәрі. Бұрынғы мемлекеттік орын болған КБТУ. Және де әр ондай орынның астында подземный помещение болады. Естігеніміз бойынша бұл бункер тіпті аэропортқа дейін созылып жатыр. Білесіңдер ғой, Талғарға пробка көп болған кезде мен енді блогер болғаннан кейін часто ұшам, Лондонға, Америкаға деп өтірік айтам. Мен просто КБТУның астымен барам ғой всегда аэропортқа. Ұқсаймашыңға? Нет, кім барады Қонаевқа? Мен Қапшағайға суға түсуге бармын мысалы, ше. Мысалы, Қапшағайға суға түсуге бардың ба сен? Соңғы рет қашан бардың? Комментарияға жаз. Мен тексерем бәрінде. Оқып жатқан кезімізде ауыстырып жесе, амал жоқтан барамыз. Амал жоқтан барамыз енді, бітіру үшін енді. Следующий вопрос, дорогая. Бұрынғы КБТУда не болған? Сен басқаша да бал. Басқа жаққа мысалы сен аз балмен түсең, КБТУға түсе алмайсың, жоғары бал болса. Ал қазір бүткіл универ бірдей ғой бізде прям. Пороговый бал. Сен мысалы грант болса берілетін билетик қой, шанс любой жерге. Мысалы сен бір басқа универға түсе аласың. Бір алған балмен барлық универға түсуге болады. Ол просто өзіңнің таңдауың. Дұрыс таңдау жасаңдар, құрметті көрермендер. Кто ответит, ты, я или вместе? Негізі адамның білім көрсеткішін көрсетпейді. Өйткені ол дайындалған адам жоғары алады, білімді адам дайындалмаса ол да төмен алады. Ал кейде тіпті случайность та болып қалады. Жақсы білетін адам төмен алып қалуы мүмкін, бірақ енді білім деңгейінің көрсеткіші емес. Қанша жерден депутаттың баласы болсам да сен бала, сен НТ-ні сатып ала алмайсың. Дайындалсан жетер мұратқа, асыққан қалар ұятқа. Абай Құнанбаев. Универде жоқ. Басым ауырып қалды ғой, миым уже. Қалай митка жаздам ертең? Бәріне сау болыңдар, КБТУда сендерді күтеміз. Маған тәстәспай бай